Негативті сөздер өмірімізді негативке программалайды. Мысалға, айналаңыздағы адамдардың сөзіне мән беріп, құлақ асып қарайтын болсаңыздар, олардың сөздерінде осындай программаны көп байқауға болады. Мысалға, тілек айтып жатқан кезде өміріңде қиындықтар болса, жеңе біл, ауырма деген сияқты сөздер, бұлардың бәрі негативке программалайтын сөздер. Ал енді керісінше денің сау болсын деп айтатын болса, ол әлдеқайда жағымды. Ауырма, денің сау болсын дегеннен гөрі, өмір жолында қиындықтар өте көп болса да жеңе біл, өмірің жеңіл болсын, жолың жеңіл болсын. Қайсы сөз жағымды? Әрине, денің сау болсын, өмір жолың жеңіл болсын деген сөздер бізге әлдеқайда жақсы естіледі. Сондықтан да бұндай сөздер естіген кезде іштей өзіңізді программалауыңыз керек. Менің денім сау, менің жолым жеңіл деген сияқты ондай сөздерді қабылдамай үйренуіңіз керек. Айналада өте көп, сондықтан да сіз де әркімге дос айтқан кезде осы қағиданы есіңізге сақтаңыз. Жақсы сөз жарымы жас деп бекер айтпайды. И өзіңізді, егер сондай адам ол арнайы сізге айтпайды, демек ол сөзге мән бермейді, бірақ біздің бейсанамыз оны басқаша қабылдайды. Сондықтан да біз жақсы сөз айтып үйренеміз. Ондай программалаған сөздер болса, керісінше өзімізді программалаймыз басқаша.